Барлықтарыңа сәлем достар. Бүгін Гүлдер әлем каналына қош келдіңіздер. Менің есімім Әсем. Батыс Қазақстан тұрамын. Бүгінгі түсірілімдерде сіздерге қияды қалай қоректендіруге болатынын көрсетемін. Қазір ең бірінші шығып жатқан кезде, яғни дүкеннен арналған химикат емес, қолдан жасалған табиғи қоректендіргішті көрсетемін. Ол үшін бізге қажетті қарапайым қазіргі кезде барлығымызда мынандай арамшөп өсіп жатыр ғой. Соларды аламыз да кез келген мынандай ыдысқа саламыз. Мынандай 5 литр баклажка болсын, немесе шелек болса беті жабылатын, немесе ыдыста болады ғой қапағымен, сондай болса да жарайды. Әбден бұны осындай ыдысты толтырамыз. Шөпті, арам шөпті толтырамыз. Мейлінше, мысалы, мынандай шөптің әр түрінен салған жақсы. Себебі әр шөптің, арам шөптің өзінің керек нәрсесі болады міне. Мысалы, мына бақпақ. Және мынандай шөптерден салған жақсы. Яғни әр түрісіне салып, әбден толтырамыз. Содан соң, мына жерде мен алдым. Негізі сыворотка. Сыворотканы, орысша сыворотка, қазақшасы мысалы қарапайым және ірімшік творог бар ғой. Ірімшіктің сүзіп алынғандағысы, яғни көксу деп аталады. Сол көксуды болса көксудың барлығын қиған жақсы, болмаса мен мындай кішкентайын ғана алдым. Шамал дрожь қосылған. Соны әбден бұған қиямыз. Мынандай алып. Болса, егер көксудың көп болса, оны барлығын қия берген жақсы, яғни жартысын көксу, жартысын кәдімгі қарапайым су қылып. Әбден су қиямыз да, сумен толтырып қоямыз. Сумен толтырып қойып, бетін жабамыз. Соны 5-10 күнде қараңғы жерге қойып, әбден бұршып, көктеп ашыған шейін қойып қоямыз. Әбден ашып болғаннан кейін 1 литрін алып, мына қиып, 10 литр суға қияларымыздың болсын, помидор көп қолдану керек емес. Себебі бұл азот, яғни қиярдың массасы шөбін өсіруге сол үшін қажет. Кішкене күлдерді де қосып жіберуге болады. Күл ол тәтті болуына. Бірақ ең бастысы бізге ең бірінші көк массасын өсіруіміз керек. Сол себепті осы қоректендіргішті қолданамын. Қарапайым сиырдың ең бірінші таңертеңгі жаңа тезегінен де жасауға болады. Дәл сондай ол да шөптен жасалғандықтан. Бірақ та мен осы шөп қазір қарапайым арам шөптер көп боласын. Содан жасап жатырмын. Бірақ иісі қолыңызға перчатка кимесеңіз, иісі өте жаман. Сол себепті қолыңызға перчатка киіп, үйіңізден алыс жерде қойғаныңыз жөн болады деп ойлаймын. Бұны жаңа айтқандай 1 литр қоректендіргішпен 10 литр суға қиып, барлығын қияларын түбіне қиып шықсаңыз, өте табиғи витамин болып шыға келеді. Солай біздерде күнде жаңбыр жаусы келіп тұр. Тоқылдақтар жүр, көріп тұрсаңыздар. Көріп тұрсаңыздар. Тоқылдақтар жүр. Талдарымыз гүлдеп жатыр. Сіздерде қалай? Не істеп жатсыздар? Қияларыңызды егіп жатсыздар ма? Комментарий жаза кетіңіздер. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, дизлайк басыңыздар, сұрақ қойыңыздар. Сіздерге жауап беруге әзірмін. Сау болыңыздар.